Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін мен сіздерге жүзімнің пайдасымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жүзімнің құрамында дәрумендер өте көп. Жүзімнің дәрумендері миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішсеңіз, денеге де, ми жасушаларына да өте пайдасы мол. Бұған қоса емдік қасиеті бар. Амин қышқылы, калий, магний, кальций, иод, цинк секілді микроэлементтері де жүзімнің құрамында кездеседі. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді және жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс жидек. Жүзімнің ең жақсысы бұл ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түсті келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе, сәл сарғыштауын, қара жүзімді қаласаңыз, қою түстісін таңдаған жөн.